Вауымыз истинафия, яғни жаңа сөйлемді бастатып тұр деп қаралады. Демек, артынан келген сөйлем мүстәнафа, жаңадан басталғандықтан ла махалла лаха минал иъраб. Ирабта орны жоқ дейді. Ирабта орны жоқ деген сөз бұл өзі жеке тұрған негізгі сөйлем, яғни құрмалас сөйлемнің бір бағыныңқылы сөйлем емес әдетте де. Уама нафия, болымсыздық мәсі, тафаррақа етістік, фи'лун мадин мабниюн алал фатх, негізінде соңғы әрекеттерін мәбни деп сол харакаттарын айтады, біз оны қысқартып алып тастап жүрміз. Әллазинамыз бұл етістіктің фәғілінің орнында тұр, иә. Өзгермейтін сөз болғандықтан тікелей фәғілі демейді, фи махалли раф'i фәғіл, яғни фәғілдің мәрфу мақамында, мәрфу махалында тұр деп қаралады. Уту деген етістігіміз мәбниюн лима лам юсамма фәғилуху деген, мәбниюн лил мәжһул деп біз оны қазіргі терминологияда мәжһулге бина етілген, яғни ырықсыз етістік деген мағынада басқа терминді қолданамыз біз қазіргі таңда, мәжһул етеді. Уауымыз болатын болса, наибу фәғил, жаңағы кімге дегеніміз арабшада наибу фәғилге, ырықсыз етістіктің фәғіліне айналып кете береді. Қазақшада хотя әлі де бар септігінде қала береді. Уәжумлат утумыз болса, ла махалла лаха минал иъраб, өйткені сыла жүмлесі болған кезде, сылат маусул ғой, оған иъраб бермейді. Әл китаба мафул бихи, толықтауыш. Сәнин, екінші, біріншісі, өйткені негізі ана ырықсыз болмай тұрған кездегі әллазина утул китаб еді. Илля адату хаср. Хаср дегеніміз бір үкімді былай қоршап қоятын, шектеп қоятын, шектеу әріпі қосымшасы дейікші. Алайда бастағы мынау мәмен қосылады, тек қана деп болымды мағынаны білдіре береді дедік. Жар ва мәжрурымыз тафаррақамен байланысты. Мәміз мастар мәсі, бағана айтқанбыз мастарды да білдіре береді дегенбіз. Жаәт дегеніміз фәғлун мадин мәбниюн алал фатх дегенді алып тастай салайық. Хум, мына жердегі хәміз мәфул бихи, өздеріне, қазақшада тағы да табыс септік, өздеріне келгенге дейін дегенде. Алайда арабшада ол мәфул бихи болып табыс септігінде тұрады. Бізде барыс септігі қазақшада. Меміміз көпше түрде білдіретін меметін, хум, күм дегендегілер. Әл-бәйіна фәғіл, жаәт етістігінің фәғілі. Ал осы мастарымыз мә жаәтхумул бәйіна дегенде, мә жаәт дегеніміз мастарға айналады, оған әл-мастарул муаувал деген атау қояды. Мен мә жаәтхумнен құралған мастар мауалымыз мәжрур махалында тұр, өйткені бәғд сөзінен кейін мудаф илейх түрінде тұр. Сондықтан мәжрурун би идафат бәғд илейхи. Бәғд сөзінің өзіне изафет, яғни изафе етілуіне байланысты мәжрур махалда тұр деп қаралады. Яғни аятқа қайтадан келетін болсақ, өздеріне кітап берілген христиандар мен еврейлер тек қана өздеріне пайғамбар келгеннен кейін ғана бөлініп кетті деп беріледі. Келесі аят настағиду билла, тағы да қасыр үслубы қыздар, мә и илля. Илласы бұл жерден біраз жақын тұр, бірден жанында. Тек қана деген мағынаны білдіреді, екеуі бірігіп барып. Настағиду билла, уа ма умиру, тағы да ырықсыз етістік, илля лиябудуллаха мухлисина лахуддина хунафаа. Етістікке атф етілген етістіктер бар. Уа юқимус салата, тағы да бір етістік. Уа ю'туз заката. Уа залика динул қайима. Сөздеріне тоқталайық. Әмара деген етістігіміз бұйырды, әмір етті дегенді білдіреді. Алайда бізде қазір умира деп ырықсыз етістік келіп тұр. Өзіне әмір етілді. Әмір етті, өзіне әмір етілді. Алайда көпше түрде тұр. Сондықтан уаул жамаға қосылған кезде умиру болып кетті. Өздеріне әмір етілді. Алайда басына әллазина келсе қандай мағына береді? Умиру өздеріне әмір етілді. Әмір етілген. Етілгендер болып қалады. Әллазина умиру. Сонда
Бұл жерде әллазинаны келмей екен. Бұл жерде әллазина қоймаған екен. Уама умиру әллазинаны не үшін қойғанымды қазір сіздерге түсіндіремін. Басына емес, артындағы уауымыз әллазинаны білдіріп тұр. Оған қазір түсініктеме беретін боламыз. Абада етістігі бұрын өткенбіз. Абада ябуду етістігі келген. Мұнда қай түрде келіп тұр? Осы шақта келіп тұр. Алайда басына ли келгенде мына жердегі нун түсіп қалған. Бес етістіктен болғандықтан. Значит, бізде мынау ябуд формасы келіп тұр қазір. Оған бізде уна деп көпше түрі болғандықтан қосылды, вау и нун қосылды. Басына ли келген кезде лия буду болып қалады да, мына оқылмайтын әліп қойылады, түсіп қалған нунның орнына. Ғибадат етуі үшін оларға әмір етілді. Яда оларға ғибадат ету әмір етілді дейміз. Мухлисина лахуддина деген кезде мына жер келіп тұр. Бұған тағы да көпше түрі есімге де уна қосыла береді. Алайда бұл етістіктегі жіктелудегі уау емес. Көпше түрді білдіретін. Жама музаккар сәлім, яғни ертегіндегі дұрыс көпше түрді білдіретін. Атау септігінде тұрса уна, ал табыс септігінде бізде аятта хәл түрінде келгендіктен мухлисина болып кетті бізде. Яғни шынайы түрде, шынайылық көрсеткен түрде, ықылас көрсеткен түрде деп айтамыз. Көрсеткен кісілер негізі. Алайда хәл күйді білдіргендіктен көрсеткен күйде деп аударамыз. Юқимус салат деген кезде ақама 4-ші баптағы етістік. Негізі түбірі қама, кәна сияқты етістік қой, қама. 4-ші бапта болғанда ақама болды. Осы шағы юқиму. Мына жерге қатар берейін, чтобы юқиму. Намаз оқу жөнінде Құранда үнемі етістік ретінде юсалли етістік емес, осы юқиму етістігі келеді. Юқиму намазды тұп-тура қылу деген мағынада, толық орындау деп аударып жүр біздің қазақта. Юқиму көпше түрі болғандықтан юқимуна. Алайда басында бағанағы ли ябуду дегендегі ли мынағанда әсер етеді, өйткені уә бар. Демекке ли бұғанда әсер етіп тұр, мына жердегі нунымыз тағы түсіп қалып тұр. Ли юқиму болып қалды. Әтә бағана жоғарыда берілген болатын, алайда жоғарыда біз ырықсызына тоқталған едік, уту деп. Юти осы шағы ютуна болып кетеді, яй түсіп қалып, ютуна. Ли бұғанда әсер етеді, өйткені уә тұр тағы да. Аты фәрқі ғой, бірыңғай мүше. Сонда мына жердегі нунымыз тағы түсіп қалып тұр, өйткені 5 етістіктен бірі, вау алифиясы бар етістіктер 5 етістіктен болып саналады. Сонда аятта мына жер келіп тұр. Бұл да берген мағынасында, берілген емес, ырықсыз емес, кәдімгі мағынасында береді, беретіндер деген мағынада ғой, берулері үшін болады да сонда. Мына жерге қоспаған екенбіз. Ас-салат, не еді мағынасы ас-салат? Әз-закат. Намаз ғой, әз-закат бар, әз-закату. Яғни зекет бергендер деген зекет берулері үшін, мынаны жасау үшін, ананы жасау үшін деп келіп тұр. Бұл енді сөздеріне байланысты. Әтәді 4-ші бап, юти. Ақама юқиму 4-ші бап, ахласа юхлису 4-ші бап. Мыналар 1-ші баптар. Әмара, ырықсызы умира, ябудун деп келді. Енді аятқа қайта тоқтайық. Настағиду билла. Умируды алдымен түсіндіру үшін бізде тағы да біздің логикаға біраз сәйкеспейді бұл етістік арабшада. Мына сөйлемге қараңыздар. Амараллаху аллазина утул китаба дейтін болсақ, бұйырды, әмір етті. Кім? Алла. Кімге дейміз біз? Арабтар кімге дегенде мәфул бихи қылады. Сонда, мынаның орнына мысалы әннәс тұрса еді, нәсіміз мәнсуб болатын, қараңыздар. Әннәса деп. Сонда әннәстің орнында қазір бізде әллазина утул китаба келді ғой жоғарыда. Өздеріне кітап берілгендерге әмір етті. Ырықсызға айналған кезде лапсатулла түседі,
Оның орнына мына әллазин келеді. Бірақ әллазидің түсі көк болып қалды. Өйткені бұл уже наибу фаил. Наибу фаил дегеніміз ырықсыз етістіктің бастауышы. Өздеріне әмір етілгендер дейміз. Бізде әлі де өздеріне деп барыс септігінде қала береді. Ал арабшада ол мәрфу болады. Аятта болатын болса, алдыңғы аяттарда ол уже айтылып кеткендіктен ол уаумен келіп тұр. Умиру деп. Одан басқа не келіп тұр бізде? Мә илля деген хасыр услубы келіп тұр. Етістіктің басына болымсыздық қосымшасы, хасыр ететін сөйлемнің мүшесінің алдына илля келеді. Сонда негізінде мына сөйлем былайның жалғасуына болатын еді, қараңыздар. Мына сөйлем умираллазина, қараңыздар. Умираллазина утул китаба, яғни өздеріне кітап берілгендерге бұйырылды. Не бұйырылды? Аллахқа ғибадат етулері. Қалай? Шынайы түрде, шынайылық көрсеткен түрде оған. Яда оған арнаған түрде. Нені? Дінді. Қандай түрде? Дінді тұп-тура ұстаған түрде. Бұл жерде екі хал келген. Мухлисина хунафа. Ал енді осы тек қана осы үшін, осы ғана өздеріне бұйырылды деп айтқысы келіп тұрды Аллаху Тағала. Сонда мынаның басына мә қойды да, мына хасыр жасайтын жердің алдына келеді да, илляны қояды. Қараңыздар. Мә умиру илля. Бізде мына жерде былай болып кетіп тұр, қыздар. Мынау біз енді толық түрде жаздық қой бұны. Мынаның орнында қазір бізде уау тұр. Сондықтан етістігіміз умиру деп жіктеліп тұр. Қараңыздар. Умиру лиябуду. Содан кейін мынаның басына мына мәні қойдық. Лиябудудың алдына илляны қойдық. Сонда өздеріне әмір етілді, тек қана не? Аллахқа ғибадат етулері, қандай түрде? Дінді оған шынайы түрде арнаған күйде. Дінді тұп-тура ұстаған. Ханиф хунафа дегеніміз дінді тұп-тура ұстағандар үшін қолданылатын сөз. Ханифун хунафа, дұрыс сенім иелері, дұрыс сенімде болған күйде деп аударсақ та болады. Мухлисті жоғарыда алдық. Мухлисина, ол да шынайылық көрсеткен, біз оны түрде дейміз, хәл болып келген кезінде. Мағынаны солай. Әріптер көп өткенге қай әріп деп қарап отырмын. Түрде. Мынаны қайта былай беру себебім кішкене логикасын түсініңіздер дегенім ғой. Умиру дегенде етістік жіктеліп тұр, ал қазақшада болатын болса, олға деген сол күйінде қалады. Оларға әмір етілді. Не? Мынаны жасаулары деп. Тәпсіріне келетін болсақ, мына жердегі түсіндіңіздер, қыздар? Не өздеріне бұйырылды? Не бұйырылды? Ғибадат етулері. Негізінде ли керегі жоқ еді. Ән яғбуду деп айтса да болатын еді, немесе би ән яғбуду деп. Қалайда етулері үшін өздеріне бір бұйрықтар берілді деген мағынада бұл жерде келіп тұр. Ли. Яғбудуллаха дегенде бұл мына сөзді біз бұрында да түсіндіріп кеткенбіз. Аллахқа дейміз, тағы да бізде бар септігі, ал арабшада мәфул бихи. Аллахқа ғибадат етулері үшін. Қалай деген сұраққа жауап беретін сөз мухлисуна емес, мухлисина болып кетеді. Хәл дейміз. Бұл бірінші хәл. Екінші хәліміз бар. Хунафа емес, хунафа деп табыс септігінде келіп тұр. Мына екі фиолетовымен боралған екеуі де хәлді білдіріп тұр. Лаху дегенде хумыз Аллахқа қайтып тұр. Аллаға нені шынайы түрде арнаған күйде? Дінді. Мына жердегі дин сөзіміз мәнсуб болып келу себебі мухлис сөзінің мәфул бихисі болып тұр. Бізде болса, мысалы, дінде шынайылық көрсеткен деп аударсақ, біз дінде деп жереміз. Дінді арнаған күйде десек, бізде де толықтауыш деген сияқты. Біз аударуымызға байланысты бізде септіктер өзгеруі мүмкін, алайда әддина мухлисиннің мәфул бихисі. Алла яғбуду етістігінің мәфул бихисі болып келіп тұр.